достар, мен отжимание жасамаймын, өйткені мына қалай екен? Осы видеоның спонсоры 1xbet. 1xbet ең үлкен коэффициенттер, сенімді букмекер және де ең үлкен ұтыстар. Сен 1xbet-тен тек қана спортқа емес, сонымен қатар киберспортқа да ақша тіге аласың. Егер де сен дәл қазір видеоның астына түсіп, бекітілген комментарийдағы ссылкаға басып, ары қарай бірінші регистрация жасап, содан кейін Азим деген промокодты енгізсең, онда сен 45 000 теңгеге дейін ақшалай бонус ұтып аласың. Сондықтан дәл қазір кіріп үлгеріп қал. Ал ендеше видеоға кеттік. Бәріңе сәлем, сіздермен мен Әзімхан МДВ. Өткен видеода мен інімнен жеңіліп қалғанымды сіздер көрген шығарсыздар. Сол видеода жеңілген адам подписчиктердің жіберген тапсырмаларын орындайды деп келіскен болатынбыз. Ал енді осы видеода мен сіздердің жіберген өте керемет, әдебиетті, мәдениетті, сыпайы, терең ойлы тапсырмаларыңызды орындайтын боламын. Яғни бүгінгі видеоның мағынасы мен 24 сағат бойы сіздердің жіберген тапсырмаларыңызды орындайтын боламын. Егер де сенің, сен қарап отқан, сенің тапсырмаңды орындай алмай қалсам, онда кешірім сұраймын. Неге десеңіз, ар кішкентай бала, бір бала, жақсы. Өткені қараңыздар, өткен видеода сіздер 1200 комментарий қалдырғансыздар маған. Мен соның бәрін орындап үлгерем деп ойлайсыздар ма, достар? Жоқ, үлгермеймін. Сондықтан да, егер де сенің тапсырмаңды орындамай қалсам, кешірші. Кешірмесең өзің біл, маған не дейсің? Айтпақшы, достар, біздің каналымызда 50 000 подписчикке сәл-ақ қалып. Сондықтан да, егер де сен каналға тіркелмеген болсаң, онда дәл қазір тіркеліп, колокольчикті басып кет. Ал егер де үстіне лайк басып жіберсең, онда менің көңіл күйім көтеріліп кететін еді. Және де келесіде тезірек видео шығаруға маған мотивация болатын еді. Және де ол всего лишь 1 секунд қой, сондықтан да аямайтын шығарсың. Или 3 секунд. Короче, каналға тіркеліп кет. Ал біз ендеше видеомызды бастаймыз. Достар, осы видеоны түсіруге мен інім көмектесетін болады. Ол бүкіл тапсырмаларды оқып тұратын болады, ал мен орындайтын болам көшеде. Міне оқы, мінекей достар. Бірінші тапсырма, сендер көшеде отжимание жасаңдар дейді. Отжимание деген. Енді мен отжимание жасайтын болам, Нұрланбек операторым інім мені түсіретін болады. Давай отжимание жаса. Қолым қатып қалды, достар. Оқ, менді. Ощущенияларыңды айт осы. Көшеде отжимание жасамаңдар, достар. Не повторить, сен дауысын басып тұрсың. Достар, көшеде жасаған ыңғайсыз біртүрлі анаяқта адамдардан әңгімелесіп тұр. Көшеде деп айтпаған, сондықтан да маған бәрі. Өткен достар, мен қолым қатып қалды. Екінші тапсырманы қарайық. Автобусқа мініп, қайтадан түсіп қалыңдар дейді. Оған сосын орындайтын боламыз. Ақша төлеген жоқсың. Тупой. Бізді бір қалтайым. Достар, мінекей автобусқа міндікті түсіп кеттік енді, достар. Ақшасын төлемей кеттік. Өйткені не үшін ақшаны төлемей кеттік? Потому что нечестно будет. Но это не точно. Достар, қазір бір баланың несін тапсырмасын орындаймыз. Ол тапсырмада дүкенге барып құлап түсеген, қазір картоп болады, достар. Міне дүкен! Дүкенге барамыз да мен құлап түсіп. Бар, я верю.
Мінекей достар, донер алуға келіп жатыр. Әніме. Мына жерде даже суши бар. Давай. Ассалаумалейкум. Донер неше? Ау? 1000? 1 minut, 1 minut. А, нешеге? Біреуін бересіз ба? Қалай екен? Слишком, Жақсы ма? слишком тәтті. Тәтті? Рахмет. Кімге рахмет деп айтып жатсың? Подписчикке. Все, подписчикке Еще саған. рахмет. Подписчиктерге рахмет де. Әніме донер алып. Все. Достар, мінекей әніме донер алып бердім. Ол өзінің донерін бітірді. Енді біз донерныйдан шықтық. Енді, достар, біз Гүлдана деген қыздың тапсырмасын орындайтын боламыз. Біз бір адамның артынан жүретін боламыз. Да? Иә. Короче, достар, мінекей оны қайдаш деп сұрады бізден. Ладно, достар, хотя бы нормально. Енді. Шығып кетіпсің, өзі кетіп қалды қорқып. Ал не тапсырманы орындатып түскен ойдамыз сен? Шықтық. Сегізге кіріп кеттік. 8-ге кетіп қалдық қой. Иә. Ой, шайдық. Короче, міне. 8 бастың, оның үстінде 9 тұр. Көріп тұрсыздар, енді осындай тапсырманы орындап жүр. Мынау біздің мектеп. Енді қандай тапсырманы орындайтын боламыз? Мынау біздің мектеп. Енді қандай тапсырманы орындайтын боламыз? Қара. Сот көзбен қарау керек енді. Қыздарға барып манекен болып. Достар, келесі тапсырма базарға барып манекен болып қатып тұр дейді. Сонда біз қазір 11-ші микрорайондамыз. Ал біз енді қазір базарға бару керекпіз. Осындай видео 20 минут болу керек қой. Да? Иә. Комментарийға жазып кетіңдер. Иә, достар, короче, біз енді базарға баратырық. Ұйықтап қалдың ба де? Ұйықтап қалдың ба кеттік вообще?
Достар, мінеки, видео аяғына да жетті. Осы видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер де осындай видеоның келесі бөлім түсіргенін қаласаңыздар, бірақ та менімен емес, келесіде бүкіл сіздердің жазып кеткен тапсырмаларыңызды менің інім Чебурек Нұрланбек орындайтын болады сіздердің тапсырмаларыңызды. Ол үшін сіздер 5000 лайк жинап тастауларыңыз керек. 5000 лайк. Бірақ та сосын менің уақытым болу керек. 5000 емес, 5768. Достар, ладно, оның айтқан тыңдай салайық. 5000 емес, 5768. 5768 бергелі 5768 лайк жинаймыз. Және де өздерінің Чебурек Нұрланбекке тапсырмаларыңызды жазып кетіңіздер. Сосын келесіде тезірек видео шығатын болады. 5768 лайк жинасаңыздар. Осындай видео қызықты болды деген ойдамыз. Лайктарыңызды басыңдар, каналға тіркелуге ұмытпаңыздар, және де колокольчикті басып кетіңіздер. Пока-пока, чау. Ендеше сау болыңыздар, достар. Әлі қарап отырсыңдар ма не? Ей бала, мүмкін даже қыз бала, қорықпа, жылама, жынданба. Видеоға лайк басуға ұмытпа, орнында тіркелсең каналға. Сен давай лайк бас, пожалуйста, онда давай пока.